адалдық жайында Алла қаласа әңгіме қозғайтын боламыз. Жалпы енді қарап отырсақ, әділдік болсын, адалдық болсын, бәрі бір түбірден шығады. Негізгі түбірі бір, яғни әл-адала, яғни әділдік деген мағына неден шығады, түбірден шығады. Яғни бұл деген сөз, кез келген әділдік болсын, адалдық болсын, кез келген елдің, кез келген жердің, мемлекеттің негізінде. Адалдық болған жерде ол мемлекет болады, адалдық болған жерде ол елдің бір болашағын көруге болады. Енді біз көбінесе адалдық деген кезде әділеттілікті, адалдықты басқадан талап етеміз де, бірақ өзімізден талап етпей жатамыз көп жағдайда. Яғни осындай әділетсіздік болып жатыр екен, үйтіп жатыр екен, анау жеп кетіпті, анау үйтіп кетіпті деген секілді әңгімелер әлеуметтік желіде болсын, кейбір отырыстарда болған кезде сондай әңгімелерді айтып жатады. Бірақ дегенмен де әр адам өзіне сұрақ қойды ма? Сол әділдікке мен өзім әділ болып жүрмін бе жалпы? Қаншалықты мен әділеттімін? Егер маған да сондай бір жағдай болса, мен өзімді қалай ұстар едім? Мен де солардың кебін киер ме едім? Әлде мен бүкіл жанымды, тәнімді жаңағыдай осы әділеттік жолды ұстануға бет бұрар ма едім? Яғни әр адам өз-өзін де қою керек те, өз-өзіне бір қарау керек сыртта. Мен де осы өмірде әділ болып жүрмін бе? Әділеттік туын көтеріп жүрмін бе деген секілді. Енді қарап отырсақ, жалпы әділдік қазіргі кезде енді мынау алаяқтардың заманы көбейген заман ғой негізінде. Мына әлеуметтік желіні ашатын болсақ, алаяқтар толып жатыр. Әртүрлі жолмен, әртүрлі тәсілдермен, яғни ол тәсілдері күнде өзгеріп отырады. Яғни адам өзі байқаусыздан алдап соғады. Әр адамның жасына, әр адамның әйел еркегіне қарай отырып, сол ненің мынау алдау, арбаудың жолдарын ойластырғанда қазіргі кезде. Енді ол мынау бұның өзі қарап отырса, қазіргі кездегі қоғамның қаншалықты Аллаға иман келтіргенінің бір көрінісін көруге болады. Негізгі себебін қарап отырса, ол неге қазіргі кезде кейбір адамдар осындай бір алаяқтыққа бет бұрып жатады. Осындай жылдам бір дамуға, жылдам байып кетуге барын салып жатады. Бұның бәрін жаңағыдай жылдам байып кету деген сөз әділетсіз жолмен, енді адал емес, арам жолмен. Бұның бәрінің себебі негізгі имандылықта жатыр. Түпкілікті келген кезде адамның бойында Аллаға деген иман жоқ. Алланың бойында, адамның бойында соның ісіне жауап беретініне ол өзі күмән келтіріп тұр деген сөз. Яғни ол мен бұған Алланың алдында жауап бермеймін, яғни бұдан мен құтылам деген секілді. Яғни ол иманның әлсіздігі. Егер оның имандылығы болса, яғни Аллаға иман келтірген болса, әрбір ісіне, әрбір амалына үлкен бір сот бар екенін білсе, егер Фатиха сүресіндегі жаңа Малики яумиддин, қиямет күнінің иесі деген, яғни ол соттың иесі Алла екенін ол шынайы іштей сезген болса, ол ешқандай бір алдауға, арбауға бармас еді негізінде. Көп жастар қазіргі кезде жылдам байғысы келіп тұрады, жылдам дүние тапқысы келіп тұрады. Соны бір алдап, әйтеуір осындай дүние тапсам болды деген секілді, әйтеуір мақсатқа жетсем болды деген секілді. Шынымен ол адамды қандай адамдарға салыстыруға болады? Ол адамды бір қысқа қашықтыққа шабатын бір атпен салыстыруға болады. Сіз қысқа қашықтыққа жаңағыдай 3 шақырымға ма, 5 шақырымға ма мүмкін сол бәйге аласыз да, әйтеуір бір жетістікке жетіп қаларсыз. Бірақ сіздің ғұмырыңыз ол әрдайым адамды алдап жүре алмайсыз. Ондай адамның ғұмыры қысқа болады да, алдау ғұмыры. Яғни ол бәрі күндердің бір күнінде өтіріктің арты бір тұтам дейді ғой, күндердің бір күні тұтыласыз. Ол тіпті тұтылмай жүрген күннің өзінде де сізде тыныштық болмайды. Сіздің жүрегіңізде қашан мені кім ұстап алады екен деген секілді. Әрбір телефон хабарласқан кезде, әрбір есік қаққан кезде адам сәл де болса да қорқып отырады. Ай, мені біреу ұстап алмай ма деген секілді. Өмірі, ондай өмірдің қандай берекесі бар негізінде. Яғни, ал егер адам мейлі ол жаңағыдай неге шығынға кірсе де, егер әділеттік жолды ұстанған болса өмірінде, кәсібінде болсын, адамдармен қарым-қатынаста болсын, яғни ондай адам былай өмірдегі стратегиялық былайша айтқан кезде жоспарды өте ілгері қойған адамда. Өйткені ол мүмкін алғашқы уақытта ол бір кіріске емес, шығынға батуы мүмкін жаңағыдай. Біреудің хақысын беруде, өзіңіздің бір кәсіп аштыңыз, кәсіп ашқан кезде әйтеуір біреуді алдап, біреуді арбап, ақшасын бермей, сөйтіп мүмкін бір неге жетіп қалуыңыз мүмкін, бірақ оның арты сіздің кәсібіңіздің бір баянды болуына ешқандай кепілдік жоқ та, ол қысқа мерзім болады. Сол үшін әр адамның хақысын берген кезде ғана сіздің ғұмырыңыз ұзарады екен. Енді адалдық не деген кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді.
хадисте былай келеді, қараңыздар. Хадисте былай айтылады: инна ли роббика, шын мәнінде сенің раббың үшін дейді, алейка хаққан дейді, яғни раббыңның алдындағы хақың бар дейді. Яғни сен раббың үшін орындау тиіс хақың бар дейді. Яғни сен раббыңның алдында хақың деген не нәрсе? Раббыңның алдында хақың деген нәрсе, сен Алла тағаланың біздерге әмір еткен әмірін орындау. Яғни Алла тағала бір нәрсені әмір етті ме? Ағалар, отыра қойыңыздар. Яғни Алла тағала біздерге әмір етті. Ол әмірді орындауымыз, ол Алланың алдында хақымызды, яғни Алланың бізге берген, біздің Алладан, яғни Алла бізге өзі белгілі, Алланың алдында хақымыз бар, сол хақымызды қайтару. Яғни бізге Алла тағала сансыз нығметтерін үйіп төгіп беріп жатыр. Бүгінгі күнімізді атырып қойды, Аллаға шүкір. Жұма күні міне арайлап атты. Бірақ бұны бақылап жатқан адам аз мысалы. Яғни осының өзі бір Аллаға шүкір етіп, Аллаға шүкір, бүгінгі күнімді атырдың, бүгінгі жұмаға жеткіздің деген секілді. Оны бір жай бір ол бір күнтөгекті атып, күн шығып, күн батып жатқан секілді көрді. Бірақ кейбір адамдар үшін, мысалы бүгінгі күн атпады көп адамдар үшін. Енді ол адамдар бүгінгі жұмаға сіздермен қатар отыруға ол адамға нәсіп болмады. Бірақ Аллаға шүкір сіздерге нәсіп болды. Яғни міне Алланың, енді ол жай бір ғана бір көріністері нығметтерінің, Алланың нығметтерін санасаң санына жетпейсіңдер дейді Құран кәрімде. Яғни қарап отырса, Алланың алдындағы біздің міндетіміз, біздің Алланың алдындағы біздің хақымызды орындаған кезде әділдік орындайды. Ол қандай әділдік? Яғни Алланың алдындағы парыздарын да орындау, Алланың тыйымдарынан тыйылу. Яғни мысалы жай бір қарапайым бір кез келген бір құрылғыны, телефонның өзі мысалы алған кезде сіз алғаш қолдану білмесеңіз, оның несін қарайсыз? Инструкциясын қарайсыз. Міндетті түрде инструкциясын қарайсыз. Енді қайтсем қай жерден жаңағыдай бұны қуаттайын деген секілді, қайтсем қалай болады деген секілді, кез келген нәрсенің өзі инструкциясы бар мысалы. Тіпті жаңағыдай бір кішігірім жаңа төсекті мысалы бір сатып алсаңыз, бір затты сатып алсаңыз, бір шкаф сатып алсаңыз, оның жаңағыдай бір инструкциясы болмаса, соны құрай алмайсыз. Сол секілді Алла да біздерге өзінің бір инструкциясын берген, өмірлік. Құранын түсірген, пайғамбарды жіберу арқылы дінін жіберген. Яғни ол біздің өмірлік бір инструкция. Сен осылай саған өмір сүр деп жатыр. Саған осындай біз Алла тағала осындай біз әмір еттік. Осы сен үшін осы пайдалы. Арақты тыйым салды ма, ол сен үшін өзінің бір пайдасы бар. Бірақ әр нәрсенің бір пайдасы бар екен деп істеу емес, бірінші кезекте Алланың әмірі болғаны үшін біз тыйыламыз. Яғни бұның зияны бар деп, зияны болған үшін тыйылып жатырмын деген сөз емес. Ол үшінші мәселе. Алла тыйым салды. Алла бұны харам етті, болды, мен харамдан алыс боламын деген секілді. Яғни Алланың алдындағы біздің хақымыз. Одан кейін нәрсе, құрметті бауырлар, мынау уәли нафсика алейка хаққан дейді. Және нәпсіңнің өзіңнің алдында хақың бар дейді. Сен өзіңнің нәпсіңнің алдында, жаныңның алдында хақың бар дейді. Яғни жаныңның алдында хақың деген нәрсе, жанға да мән беру керек. Адам мысалы тіпті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам заманында болған ғой, мысалы бір адам келіп естиді пайғамбарымыз үйдің сыртында, мен өмір бойы үйленбей өтем дейді. Енді бір тұрып айтады, мен өмір бойы жаңағыдай үзбей ораза ұстаймын дейді. Мен тоқтамай түнгі тахажжуд намазын оқимын деп айтады. Енді қарап отырсаңыз, бұл өте бір керемет амалдар ғой негізі. Бірақ дегенмен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығып айтады, кім сендер ме осы нәрсені айтқан дейді. Иә, біз дейді. Яғни мен дейді, сендерден қарағанда Алладан көбірек қорқам дейді. Мен Алланың елшісін дейді. Бірақ менде ұйықтайтын кезім болады, ұйықтамайтын кезім болады. Сол секілді мен әйелдерге үйленемін. Сол кезде ораза ұстайтын күндерім болады, ұстамайтын күндер болады деген секілді. Яғни кімде-кім менің сүннетімді тәрк етсе, яғни менің салған жолымды тәрк етсе, ол менен емес дейді. Былайша айтқан кезде адам өзінің тәнінде хақсын беру керек. Тәннің хақсын беру бірден бір несі, жолы, ол харам. Сіздерге мысалы арақты тыйым салды ма, ол біздің немізге, біздің денсаулығымызға, біздің тәнімізге зиян ба, одан сіз алыс болуыңыз керек. Алла тағала мысалы сізді темекіні мысалы тыйды ма, ол сіз өзіңіздің жаныңызды, өзіңізді улауға сіздің хақыңыз жоқ. Ол ертең ол аманат, сіздің денсаулығыңыздың өзі үлкен аманат. Ол тіпті денсаулыққа қарамай жаңағыдай неге дәрігерге көрінбей жүрудің өзі ол бір қиянат негізінде. Құрметті бауырлар, ол дәрігерге кәдімгі барып көрініп тұру керек, жыл сайын өзі тексерістен өтіп тұру керек. Өйткені ол сіз тек өзіңіз үшін ғана жауапты емессіз, сіздің қарамағыңыздағы адамдар бар, сіздің бауырларыңыз бар, сіздің бала-шағаңыз, сіздің жұбайыңыз бар деген секілді. Ол үйдің ер азаматы ретінде сіз нәпақат таушы сіз болғаннан кейін, яғни ол өзіңіздің денсаулығыңызға да мән беруіңіз керек. Ол бір шығып жатқан бір шығын емес. Ол сіздің жаныңыздың, тәніңізге беретін хақыңыз. Яғни ұйықтайтын кезде ұйықтау керек,
кәдімгі денсаулықты жаңағыдай әр жыл сайын қаралған секілді адам жаңағыдай спортпен айналысу керек, аз да болса да денсаулығын жақсарту үшін. Яғни бұл деген сөз денсаулыққа мүлдем қарамай кетуге де ол да болмайды. Ол сіздің аманатыңыз. Одан кейін дейді, тағы да не дейді? Уали ахлика алейка хаққан дейді. Және сенің жанұяңның да сенің алдында хақың бар дейді. Яғни сен бір үйдің отағасысың ба, сенің қарамағыңдағы жанұяң бар ма? Сенің мысалы сені өсірді, жеткізді, саған напақат табуға мүмкіндік берді, сені жаңа балиғат жасына жеткізді. Яғни ол балиғат жасына жеткеннен кейін, яғни сіздің негізге сіздің қарамағыңызға сіздің ата-анаңыз да кіреді. Болды, мен жаңа өстім, өндім, шықтым, кеттім деген сөз емес. Яғни сізді осы уақытқа жеткізіп, жаңа ер азамат ретінде осындай қалыптастырғаннан кейін, яғни сіздің міндетіңізге осы сіздің ата-анаңыз да кіреді, сіздің қарамағыңызға. Оларға қарайласу деген сөз ол міндетті түрде қасыңызға бірге тұру деген сөз емес. Ол кей кезде ата-аналар өзі бөлек тұрғысы келуі мүмкін мысалы. Ол әр адамның, сосын кей кезде болады жаңағыдай бір біздің бір нелерде мысалы немерелерін апарып тастайды мысалы ата-аналар, сендер бағыңдар деген секілді. Бір қараған кезде жақсы секілді болуы мүмкін. Ол жақсы көреді немерелерін әлбетте, бірақ дегенмен де ол немере бағу ол ата-ананың сіздің әке-шешеңіздің міндеті емес негізінде. Ол балаңызды бағу сіздің міндетіңіз негізінде. Ол қартайған кезде, әл-қуат кеткен кезде ол сіздің балаңызды бағатын ол бір нянька немесе жаңағыдай бір қызметші емес. Сол үшін ол нәрсеге де біз мән беруіміз керек та. Уали ахлика алейка хаққан деген нәрсе, яғни сенің жанұяңның да сенің алдында алатын жаңағыдай хақың бар дейді. Олар тамақтандыруың, оларды киіндіруің, уақыт бөлуің әрбір неге, әрбір мүшесіне, жанұя мүшесіне, әрбір балаңызға уақыт бөлу мысалы. Уақыт бөлу деген нәрсе міндетті түрде бір жерге барып қыдырып сайрандау емес, саяхаттау емес. Әрбір балаға келіп, балақай, немесе балам, немесе бүгін қандай баға алдың? Бүгін сабақта не болды? Қандай не нәрсе жаңа үйрендің деген секілді. Қандай жаңағыдай бір жерің ауырып тұрған жоқ па деген секілді. Келіп сабағын тексеріп, балам мына жерін дұрыстансаңшы деген секілді. Немесе күнделігін қарап қойып, сен бағалар нашарлап кетті ғой деген секілді. Отырып сөйлесіп деген секілді. Одан кейін нәрсе мынау тағы да біздің қателігіміз бала тәрбиесінде, бала тәрбиелеген кезде біз баланы өзіміздің заманымызбен тәрбиелегіміз келіп тұрады. Біздің әке-шешелеріміз қалай олар өздерінің заманында тәрбиелегісі келген секілді бізді өзіміздің бала шағамызды өзіміздің заманымызға сай тәрбиелегіміз келіп тұрады. Олардың заманы басқаша. Олардың сол заманға тәрбиелеуіміз керек. Кей кезде болады жаңағыдай әр баланың өзінің бір қабілеті бар. Әр баланың өзінің қабілеті бар. Құранда Тин сүресінде айтты ғой, біз адам баласын өте көркем түрде жараттық деді. Өте көркем түрде жараттық деді. Барлық балалар математик болуы шарт емес. Барлық балалар өлеңді жаттап, тақпақты жаттап, жаңағыдай әдебиеттен ақын болуы шарт емес. Барлық балалар ағылшын тілін меңгеру шарт емес. Әр баланың өзінің қабілеті бар. Әр баланың өзінің қабілеті бар. Бір бала оқуға, жазуға, математикаға нашар болса, суретке жақсы болуы мүмкін. Суретке байланысты кәсіптер көп қой, мысалы, неше түрлі дизайнерлер бар, әртүрлі нелер бар. Мысалы, кейбір балалар бар, сабаққа мүлдем ұнатпауы мүмкін, бірақ адамдармен араласуға өз-өзінің бір актерлік қабілеті болуы мүмкін. Яғни ол әр баланың өзінің қабілетіне сай дамытуымыз керек. Біз өзіміздің формамызға салып, өзіміздің формамызбен емес, әр баланың, әр өзіңіз үй мүшесінің өзі, мысалы, үйіңізде 3 балаңыз болса, 3 балаңыз 3 түрлі негізінде. Мінезде 3 түрлі, сіз алдыңызда оны күштеп, өзіңіздің негізге тықпалап жатсыз да өзіңіздің заманыңызға сай. Сол үшін ол нәрсе болмайды, құрметті бауырлар. Әр баланың өзінің бір несі бар. Сол секілді, құрметті бауырлар, мына жерде сосын кей кезде бар, кейбір адамдар әкелерден естіп жатамыз. Аталар кішкене сабыр етіңіздер. Кейбір ата-аналардан естіп жатамыз. Балаларымды осындай бір кружокқа беріп жатырмын. Айына осындай ағылшын тіліне осындай 30 мың теңге жұмсап жатырмын. Осындай ораторлық неге беріп жатырмын. Осындай ақша жұмсап жатырмын. Лагерьге жібердім, осындай ақша жұмсап жатырмын деп міндетсін айтып жатады. Ол міндетсін емес. Ол сіздің балаңызға жасап жатқан бір былайша айтқан кезде инвестиция ғой, былайша айтқан кезде. Сіздің балаңыздың болашағына жасап жатқан сіздің кәдімгі ол бір өзіңіз үшін емес, ол бір кәдімгі балаңызды өмірге үйретіп жатсыз да, ол бір сізді әкеңіз қалай үйретсе, сіз де сол бала шағаңыз солай үйретіп жатсыз. Ол шығын емес. Ол ертең бәлен есе қайтып келетін ол үлкен бір кіріс негізінде. Біз солай қарауымыз керек та. Ал біз оны бір шығын секілді қараймыз да, ағылшын тіліне берсек,
айына 20 мың теңге кетіп жатыр осы ағылшын тіліне деген секілді, немесе араб тіліне берілсек тағы сөйтіп айтамыз. Енді ондай бір немен қарамауымыз керек та, оны бір кәдімгідей өзінің бір несімен қарауымыз керек. Одан кейін мынау жаңа бала демекші, бала тәрбиелеген кезде де мысалы өзі баланың біз қазір бала тәрбиесіне кіріп кеттік қой кішкене. Енді ол жерде баланың хақысы жайында мынау сөзді қазір тіпті мынау қазақ тілінің сөзді түсінетін қазір терең түсініп жатыр көп балалар. Сөзді кәдімгі қарапайым мысалы бір әңгіме айтқан кезде қазақша тіпті мынау 13-тегі 10 жастағы балалардың өзі кейбір нәрсені түсінбейді мысалы. Өйткені яғни ол деген сөз сіз азамат ретінде осы елдің қазақ елінің тұрғыны ретінде сіз өзіңіздің балаңызға дұрыс тәрбие бере алмай жатсыз деген сөз. Одан кейін нәрсе мынау жаңа хақсыз деп жатырмыз ғой, жаңа 3 хақысын айтқан, және сонымен қатар мынау сіз егер бір мекеменің бір жердің бір басшысы болсаңыз, немесе бір бөлімнің басшысы болсаңыз, сіздің қарамағыңыздағы адамдарға да сіз жауаптысыз, оның хақысын беру керексіз. Сол кезде шынайы әділеттілік болады. Яғни ақысын беру керексіз деген тиісінше айлық жалақысын беру. Сол неге сай мысалы, сол өзінің қызметіне сай, жұмысына сай деген секілді. Одан кейін нәрсе мынау кезінде бір жағдай болған. Қандай жағдай? Білесіздер, мына пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді. Хадисте үңгірдегі 3 адам деген әңгіме бар негізінде. Бәршаларыңыз білесіздер. Сол үңгірдегі 3 адам өзінің жаңағыдай ізгі амалдарын айтқан кезде Алланың қалауымен жаңа үңгір жабылып қалады, үңгір қозғалып жаңағыдай шығады. Сонда бір адамның әңгімесі, енді бұл жерде қандай әңгіме айтады? Ойланады да жаңа мен қандай бір Алла разылығы үшін қандай жақсы амал жасадым дейді. Енді бір құлшылық ғибадаттарын айта алмайды. Сосын айтады да мен дейді осындай бір жағдай болды дейді менде дейді. Маған бір қызмет жасады дейді, бір қойымды бақты дейді. Бір немді болды дейді жаңағыдай малшын болды дейді. Қойымды біраз жыл қойымды бақты, қойымды баққаннан кейін әлгі жігіт жаңа ізсіз жоғалып кетті дейді. Бір уақытта бір күні дейді із-түзсіз жоғалып кетті дейді. Таппай қалдым дейді. Алай іздедім, былай іздедім, таппадым ол жігітті дейді. Сөйтіп енді біраз жыл жұмыс істеген менде әлгі есептеп осы уақытқа шейін мысалы 5 жылда қанша мысалы еңбегіне қанша мал тиесілі, соның алдында бөлек баға бердім дейді оны. Бөлек баға бердім дейді әгіні. Алдында жаңағыдай мысалы 10 қойға бақса, 10 қой мысалы несі болса, ақысы болса, 10 қойды бөлек алып, оны бөлек өсіре бердім дейді. Яғни сөйтіп біраз уақыттан кейін, бір 10 жылдан кейін бе әлгі жігіт келді дейді. Сол келді де жаңағыдай келіп, байеке есіңізде ме, сізге осындай бір жыл қызмет жасап едім. Сол жылы осындай бір жағдай болып, жаңа өзеннің суы тасып, мен бері қарай өте алмай қалып, осындай қиын жағдайлар болып, мен сол елде қалып қойып едім. Сол қазір мүмкіндік болып келіп отырмын. Сіздің жаңа осындай сізге қызмет жасап едім. Енді кешті болса да айып етпеңіз, сол бір ақымды бере аласыз ба дейді. Енді ақысы енді 10 қой ғой негізінде. Сөйтіп тұрады да кісі тұрады айтады, міне дейді сенің қойларың дейді да, бір отар қойды жаңа 10 жылдың ішінде жаңа 10 қойы 100 қой болған, жаңа 500 қой болған, көбейіп кеткен ғой жаңағыдай. Бір отар қойды көрсетеді, міне сенің ақың дейді, сенің дүние малың дейді. Жоқ, менің бұндай емес деді ғой менің ақым дейді. Жоқ, сенің осы ақың деп соны береді. Мен осыны Алла разылығы үшін бердім дейді. Сол кезде қиындықтан құтқарылған дейді да, тас қозғалып үңгірден шыққан деген пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Енді қарап отырсақ, құрметті бауырлар, бұл жерде бұл неге қарапайым адамның қарапайым құлға берген ақысы. Сол секілді басшы ретінде мысалы мындай кімнің Омардың халифаттылығының кезінде, енді біз жиі айтамыз, бірақ дегенмен де адамдар кей кезде ұмытып жатамыз ғой. Омардың заманында, Омар халифа болған кезінде әділеттілік жайында айтып жатырмыз ғой. Омар мемлекеттің жұмысымен айналысып отырады. Мемлекеттің бір ісімен жазып, бір нәрселерді, келісімдерді жазып отырады. Сол кезде бір сахаба кіреді де жаңа тақылдатып кіреді де Хазіреті Омар кірсем бола ма, бір мәселем бар еді дейді. Сол кезде Хазіреті Омар тұрып жаңағыда айтады, бұл жеке бір мәселең бе, әлде мемлекеттің мәселесі ме дейді. Ал жеке бір мәселем ғой дейді. Сол кезде ана бір майшамды өшіреді, екінші бір майшамды жағады. Бұны әркез айтамыз, бірақ дегенмен де ұмытып жатамыз. Сосын жаңағыда күліп, не істедіңіз халифа дейді. Ойнап отырсыз ба деген секілді. Бір майшамды өшірдіңіз, екінші бір майшамды жақтыңыз. Сол кезде Омар тұрып айтқанда, мынау майшам мемлекеттің ісіне арналған майшам, анау менің өзім жеке ісіме арналған майшам. Сен жеке іс деп айттың, сол үшін жеке майшамды жақтым деген екен да. Қарап отырсақ, тіпті майшамға дейін ол әділдікті ұстанғанда, бұл әділ болсын. Жаңа бір мекеменің осы мемлекеттің бір несін малын жемейін деп, сондай бір әділеттілік танытқан, сол майшамға дейін қарап отырсақ. Бұлды қарап отырсақ, енді анау не бар ғой, сөз бар ғой.
неде келеді ғой бір қазақтың мындай майқы бидің сөзінде келеді ғой, хан дейді, хан ақылды әділ болса дейді, не дейді, қарашасы ынтымақты батыл болса, қараңыздар, 4 нәрсе айтқан. Хан ақылды әділ болса дейді, қарашасы ынтымақты батыл болса, қара жерден су ағызып кеме жүргізеді дейді. Қарап отырсақ, енді бұл жерде әділдіктің, енді әділдікке тірелген қоғам, әділдікпен үкімет ететін қоғам, ол міндетті түрде ондай адамның, ондай қоғамның болашағы бар, ол тірі қоғам деген сөз. Яғни сол үшін әркез әділдікке қарай ұмтылуымыз керек. Сосын әділдікті біз өзгеден емес, көбінесе біз өзгеден іздейміз. Осындай әділетсіздік болып жатыр деген секілді. Әлеуметтік желіден көп нәрсені оқып аламыз. Мына сотталып жатыр екен, мына пара жеп жатыр екен деген секілді. Бірақ дегенмен де өзімізге бір мән бермейміз. Негізі өзіміз жаңа айтқан Алланың алдында біз әділміз бе? Алланың алдында міндетімізді орындап жатырмыз ба? Өзіміздің жанымызға қатысты міндетімізді орындап жатырмыз ба әділдікті? Одан кейін жанұямызға байланысты әділдік орнаттық па мысалы? Бала шағаларымыздың алдында әділміз бе? Мысалы бір балаға сыйлаған сыйлығымыз екінші балаға сыйлап жатырмыз ба? Мына Юсуф алейхиссалам жайында Юсуф сүресінде келеді ғой мысалы. Юсуф сүресінде енді бұл жерде бір кішігірім кемшілдік айтылады, Жақып пайғамбардың кішігірім кемшілігін айтады. Бұл жерде Жақып пайғамбар, анау Юсуф пайғамбардың пайғамбар болатынын біліп, Жақып пайғамбар Юсуф пайғамбарды басқа балаларынан көбірек жақсы көрген ғой негізінде. Енді пайғамбарлық несін сезген, сипаттарын көрген. Сол кезде енді Алланың құдіретімен соған бір не ретінде бір жаза емес, енді оған бір жауап ретінде жаңа Юсуф алейхиссалам жаңағыдай нелері, жаңа балалары күндестік қылып не істейді, құдыққа тастап, ақыры құл болып сатылып, жаңағыдай кейін қосылады ғой. Бұл жердегі нәрсе жаңа балаларын сол кездегі бір баладан көбірек жақсы көргендік себебінен ол бәрін жақсы көрген балаларын, бірақ Юсуфты ерекше жақсы көрген. Сол кезде осындай неге күндестік қылады. Енді бұның өзі Құранда неге келтіріп жатыр? Яғни бұл жерде жанұяда, отбасында әділдік ұстаныңдар деген бұл жерде негізгі қағидаттарға, құрметті бауырлар. Бұл тәфсір кітаптарында да келеді. Бауыржан Момышұлының бір сөзінде келеді ғой, өтіріктің балын жылап тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өлген артық дейді. Яғни ол әлбетте әділдікті айтатын кездер болады. Әділдік ол айтылу керек негізінде. Әділдік айтылған кезде ғана ол қоғамда бір тәртіп орнайды. Және сонымен қатар сіздің жеген киіміңіз адал жолмен келу, біреудің хақысын аттап өтпей, сол секілді адал кәсіп, осының бәрі әділдікке жатады. Адам жылдам байып кетуге емес, ең бастысы өзіңіздегі қарамағыңыздағы адамдарға тиісінше әділ болу, әр адамның хақысын берін, күллі зи хаққин хаққақ деген, әрбір хақ иесінің ақысын қайтару. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинаға көшкен кезде де не істеді? Құранда келеді ғой бұл жайында. Сирия кітаптарында келеді. Өзінің жататын орнына Алиді жатқызып кетеді. Тіпті тарих кітаптарында айнадан қараған кезде, терезеден қараған кезде бір адамның жатқанын көреді. Ол пайғамбар деп ойлайды, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол уақытта шығып кетеді негізінде. Енді көп ойлайды жаңағыдай ол өзінің жанын пида етіп қалды дейді кімнің орнында? Пайғамбарымыз ол бір несі, бір версиясы да, ал негізгі версиясы ол Алидің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның орнында қалуы. Ол сол кезде пайғамбарымызға иман келтірмесе де Меккенің халқы сол пайғамбарға затын тастап кетеді екен, аманат ретінде. Заттарын тастап кетеді екен. Енді пайғамбарымыз соларды ойлап тұр, олар мұсылман болмаса да, егер мен кететін болсам, олардың заттарын кім қайтарып береді деп. Сол кезде өзінің орнына Алиді тастап кеткен. Не үшін? Сол өзіне аманат етілген заттарды сол Али тапсырып, кейін қайтып келсін деген секілді. Өйткені ол жаңағыдай уақытсыз бірден нетіп кетті, хижра жасап кетті, ешкімге айтпай, айтатын болса бәрі біліп қояды, айтпай кеткен, орнына Али тастап кеткен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның әділдігі. Сол кезде пайғамбарымыз хижра жасағаннан кейін, Али біраз уақыт болып, елеріне қайтарғаннан кейін барып, Али Мәдинаға қоныс аударады. Мақсаты сол әр ненің хақысын қайтару. Алла тағала баршамызға хидаят нәсіп етсін. Алла тағала баршамызға Алла тағала әділдік нәсіп етсін. Әлбетте әділ болу ол пайғамбарлар секілді, сахабалар секілді әділеттілікке жету ол мүмкін емес. Дегенмен де әділеттілікке қарай ұмтылуымыз керек. Сол кезде ғана біз ізгі қоғамдардан боламыз. Алла баршамызға разы болсын.